Шолпан неліктен жарқырап тұрады? Шолпан күнге жақын тұрған екінші ғаламшар. Ол бетінің температурасы 450 градусқа жететін өте ыстық ғаламшар. Сондықтан ғаламшарда тіршілік жоқ. Шолпанның атмосфера қабаты тығыздалған көмір қышқыл газынан және аз мөлшерде азот пен түрлі газдардан тұрады. Сондай-ақ шолпанның атмосферасында бірнеше шақырымға ұласатын қалыңдықта күкірт қышқылы қабаты бар. Сондықтан ғаламшарда үнемі күйдіретін қышқыл жаңбырлар жауады. Осындай атмосфералық ерекшеліктермен қатты ыстық болуынан шолпанда тіршілік жоқ. Ғаламшардың диаметрі жердің диаметріне жақын. Көлемі мен тығыздығы жағынан да жерге көп ұқсайды. Сол себепті де оны жерге бауырлас ғаламшар деп атайды. Шолпан күнге жақын болғандықтан оны күн шығардың алдында және күн батысымен көре аламыз. Соған байланысты шолпанды таңғы жұлдыз деп те атайды. Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың барлығы сағат тілі бойынша айналады, ал шолпан сағат тіліне теріс бағытта айналады. Бұл жаңалық 1956 жылы белгілі болды. Айналу жылдамдығы да баяу. Шолпанның беті негізінен ойлы қырлы. Оны зерттегенде биік таулар мен терең шұңқырлар көзге түскен. Шолпан күннен келетін сәуленің 76%-ын айна секілді кері шағылыстырады. Сол себепті ғаламшар ерекше жарқырап көрінеді. Бірақ бұл жағдай оның беткі қабатын зерттеуге көп кедергі келтіреді.